Ассаламуалейкум, құрметті достар, құрметті ағайындар. Бүгін ат терлетіп шымқаламызға келіп қалдық. Білесіздер, қазіргі таңда Ақ пен Қара арнасында TikTok желісінде өте белсенді болып атқанымды. Құрметті достар, құрметті ағайындар, мен мұнда келу себебім қазір кәдімгідей қарапайым халықтан сұхбат алатын болам. Және де мен білесіздер, не үшін ондай сұхбат алатынды, өйткені халықтың ойын білу мақсатында. Сол себепті арнадан алыстамаңыздар, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Жарай ма достар? Рахмет. Тамыр, саған родной айтайын деген вопросым, түрмеден шыққан жанға сенің көзқарасың барады қандай? Жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба, сол туралы сенің ойыңды білейін деген. Тамыр, жауап берсейші. Жақсы жағынан қараймын, негізі түзелем шығады деп ойлаймын. Енді олар да қателеседі адам деген не деген менше. Түзелем шығады олар, Иә, брат, менің білейін дегенім, жалпы өзің білесің ғой, түрме десе болды, адамның ойы жаман жаққа қарап кетеді ғой, дұрыс па? Мысалы, мен өзім сол жақтан шықтым да, брат, жақында шықтым түрмеден. Ал енді қазір алға қарата, дұрыс жолмен алға қарата ұмтылып жатырмын да, белгілі бір жетістікке жетейін деп. Соған көп деген халықтар рахмет қолдап жатыр, ал біреулер даттап жатыр, жамандап жатыр. Соған сенің көзқарасың қалай? Жалпы ол жақтан шыққан сенде бір тамырларың бар, болмаса бір туған туысқандарың бар, соларға көзқарастар қалай? Олар алға қарап қалыптасып кете ала ма, жоқ әлде қайтадан қылмыс жасап сол жаққа түсіп кетуі мүмкін ба? Әркім әртүрлі ғой. Өзі біледі, ол жақсы болса жақсы болады, жаман болса жаман жаққа кетеді ғой. Бес болсақ бірдей болмайды, әркім әртүрлі болады. Тағдырға жазылғанымен жақсы, жаман болып кетеді енді. Бұйырған. Болды, родной, көп рахмет, Алла разы болсын, брат. Болды, родной, рахмет. Құрметті достар, құрметті ағайындар, тағы да бір өзімнің шымкентше айтқанда әпшеме келіп тұрмын сұхбат алуға. Әпке, сізге менің бір-екі вопросым бар. Түрмеден шыққан адамға қоғамның көзқарасы жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба? Соған сіздің ойыңызды білейін деген едім, әпше. Енді ол қандай болғанда да адамның баласы ғой. Сол үшін жақсы көзбен қарау керек сияқты. Қиын, өте қиын сұрақ енді. Әрине өзінің туыстары мотивация беру керек шығар ондай адамдарға, ондай түрмеден шыққан адамдарға. Туыстары. Қазір мен мысалға, әпше, мен өзім сол жақтан шықтым негізі. Жақында ғана шықтым, бір ай болған жоқ. Қараңызшы, шашымда әлі өскен жоқ әлі. Әйтеуір алға қарап талпынып жатырмын, ұмтылып жатырмын, белгілі бір жетістікке жетейін деп. Мынау қазір TikTok желісінде өте белсенді болып жатырмын, әпке. Болды, сізге басқа сұрағым жоқ. Көп рахмет. Алла разы болсын. Болды. Мен түрмеде отырған адамдар да, олар да адамдар, жазасын өтеген. Жақсы. Жақсы жағынан. Өйткені ол жақтан шыққан адамдарына қоғамға тез бейімделіп кете алмайды ғой, бір тұрақты бір жұмысын таба алмайды, алға қарап ұмтылғысы келеді, жетістікке жеткісі келеді. Соған көзқарасың қандай жалпы? Енді ол жағынан психологтармен, наверное, көбірек үкіметтен бөлінеді ғой көмектері, солармен жақсы жұмыс жасау керек. Болады деп ойлаймын жалпы. Алға қарап ұмтылуға талпынуға. Тағы да бір сұрақ, Фариза, мынандай. Екінші сұрағым, егерде сенің жігітің белгілі бір қылмыс жасап, түрмеге түсіп қалған жағдайда, мысалға да, сен ол жігітті түрмеден шыққанша тосар ма едің, жоқ әлде болды, ол түрмеге шықты, болды, оның болашағы жоқ деп сен тастап кетер ме едің? Жоқ, күзетін едім. Тосатын едім. Болашағы жоқ деп болмайды ғой. Қандай жағдайда, например, түсті, соған байланысты ғой. Болды, Фарида, сізге көп рахмет. Әрине, көбінесе ол жақтан шыққан адамдарды қоғам теріс былай қарата неғып жатады ғой, мысалға жаман деп жатады, өйткені түрме деген аты жаман. Болды, басқа вопросым жоқ. Жігітіңіз болса бақытты болыңыз. Ол жақтан шыққан адамдарда адам айтатын сол. Көп рахмет. Құрметті достар, тағы да өзімнің сұп-сұлу қазақтың қарапайым қарындасымнан сұрақ қойын деп тұрмын. Есіңіз кім болады? Аяжан. Танысқаныма қуаныштым. Менің есімім Ербол болады. Қарындасым, саған қояр сұрағым, егерде сенің жігітің түрмеге түсіп қалса, белгілі бір минустар жасап, тірліктер жасап түрмеге түсіп қалса, сен ол жігітіңді түрмеден шыққанша тосар ма едің, жоқ әлде қазір болды, ол қылмыс жасады, болды, ол енді болашағы жоқ деп басқа тастап кетер ме едің? Соған ойың жалпы? Смотря қанша жыл. Например, бір жыл? Күтем. Күтесіз. Ал егерде 5-6 жыл ұзақ мерзімде болса, ол сіздің махаббатыңыз ғой, сіздің жігітіңіз ғой. Өзіме сенімді емеспін, күтем дегеніне. Неге? Не сізге
кедергі болады? Өте ауыр сұрақ, Иә. Ауыр сұрақ көрдіңіз бе? Айтсаңызшы ойыңызды. Күтпейтін шығарым, айтам. Не деп айтасыз оған сіздер? Ал сіздің махаббаттарыңыз, сіздердің араларыңыздағы махаббаттарыңыз сонда, сіз сонда махаббатты бір жерге ысырып тастайсыз ба? Білмеймін, қатты жақсы көрсем күтетін шығарым. Сіздің әлі басыңызда өтпегеннен кейін сіз білмейсіз да, Аяжан? Сол себепті шығар, осылай жауап беріп жатқаныңыз дұрыс. Болды, махаббатыңызды қадірлеңіз, қандай жағдайда болса да соңына дейін күресіңіз. Көп рахмет сізге. Тағы да бір тамырынан біз жақта білесің ғой, Шымкент жақта тамыр родной деп сөйлейді ғой, братжан. Брат, саған бір-екі вопросым бар, айыпқа бермасаң соны қойып жіберсем. Братжан, мен саған қояр вопросым, түрмеден шыққан адамға, брат, сенің көз қарасың, брат, қалай? Жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба? Өйткені ол жақтан шыққан адамдарды қазіріне қоғам бірден қалыптасып кете алмайды ғой, жақтырмайды деген сияқты. Соған сенің ойың қандай, брат, көз қарасың? Соған жауап берсең, родной. Негізі енді бұлай сразу айтуға болмайды, ол адамның өзімен сөйлесіп көріп, одан кейін уже бір қалай айтсам, бір мненияға келуге болады. Ол біресе сразу жақсы жағынан, жаман жағынан, ол кісінің өзіне байланысты болады. Ол жақта тәубе етті ма, тәубе етпеді ма, или сол күйі наоборот ненавистте бағана ішіндегі басқа адамдарға деген жек көруі күшейді ма или азайды ма деген мәселе бар да. Егер азайған болса жақсы жағынан қарайсың, егер ол күшейген болса жаман жағынан қарайсың. Иә, дұрыс айтасың, Тамыр, просто ол жақтан шыққан адамдар өмірге тез бейімделе алмайды да, мысалға жұмыс істейін десе жұмыс істей алмайды, өйткені сотталды деген қағазы болады, мысалға ше. Соларға жалпы білейін деген бол сенің ойыңды, брат, ше. Енді оларға негізі мүмкін адам әрбір адамның өзінің мүмкіндігіне көре көмектесу керек деп ойлаймын, өйткені бәрібір қайбір адам қателік жасамайды. Родной, айтайын деген сол ғой, сондай адамдарға наоборот оның үстінен одан сайын добывать етпей, қайта поддержка беріп, қоғамға тез-тез бейімделіп кетуіне көмек беру керек та, родной, сол туралы ғой. Сондай негізі. Әрбір адамға мүмкіндік беріп, көмектесіп, оны бағанаға түсіп кеткен ямасынан шығарып алуға болады. Оған үміт беру керек. Болды, родной, Тамыр, рахмет, братжан, Алла разы болсын. Өте жақсы сұрақ. Мен бұл сұраққа менің ойымша адамның жеке өзіне байланысты. Көптеген үлкен примерлар бар. Соның бірі мысалы бізде Марат Балаев деген жауынгер бар, Ресейде өте атақты мотиватор деген. Ол 40 жасынан аса түрмеден шығып, ACA поясын алған болады. Сонымен қатар біздің Қазақстанда да тап сондай мотиватор бар. Елдар Құдайберген деген кісі 8 жыл бойы түрмеде отырып, одан кейін Найза лигасының чемпионы атанғаны болатын. Қазір отта, альхамдулилля, оның артынан көптеген жастар ереді. Оның айтқан істерін жасап, тек жасаған істерін жасамайды ол кісінің. Сонымен қатар ол кісі қазір Найза лигасының директоры болды. Так что менің ойымша түрмеде отыру деген, одан кейін шығып өмірің бұзылу деген, ол менің ойымша ол қате нәрсе. Тек қана өзіңе байланысты барлығында қолға алуға болады. Мы дома с тобою вдвоем.